Тұмауды 7 түрлі тәттімен емдеуге болады. Сонымен қатар алдын алуға болады. Бүгінгі тұмаумен күресуде 1-2 дәрінің күші қауқарсыз болып тұр. Тіпті дәрігерлер де түрлі дәрілерді сынап көруде. Өйткені 5-7 күн дәрі ішіп немесе 3-5 күн ине салдырып тұмауды емдейтін кездер алыстаған сыңайлы. Суықта бауыры қалатын болса, үйдегі ата-анамыз да, дәрігерлер де тәттілерді үзілді-кесілді тыятын еді. Ал бүгінгі тұмауға керісінше тәттілер ем болып көрінеді екен. Ал ендеше байқап көрейік. Біріншісі цитрусты жемістер. Денсаулығын бағалайтын кез келген жан әр мезгіл ауысқан сайын иммунитетіне көңіл бөледі. Өйткені ағзамызды аурудан, вирустан, инфекциядан иммунитет қорғайды. Сізде ең алдымен иммундық жүйеңізді нығайтып алыңыз. Ол үшін құрамы органикалық қышқылға, фитонцид заттегіне, С және П атты дәрумендеріне бай цитрусты жемістерді үзбей жеңіз. Күніне міндетті түрде 1 дана апельсин жеуге әдетке айналдырыңыз. 1 дана лимонды дәндерінен тазалап алып, ет тартқыштан өткізіңіз. Оған 50 грамм ет тартқыштан өткізілген кептірілген өрікті қосыңыз. Езбеге 2 ас қасық табиғи бал мен 100 грамм ерітілген сарымай қосылып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған емдік қоспаны шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қоясыз. Емдік қасиеті өте мол езбені 1 шай қасықтан күніне 3 рет қабылдағыңыз. Ескеріңіз, қоспаны бірден жұтпайсыз, керісінше асықпай біртіндеп шайнаңыз. Екіншісі жидек езбесі. Суықтан сақтану үшін осындай қоспаны әзірлеңіз. Оны дайындау үшін 200 грамм клюква, 200 грамм қарақат, 100 грамм таңқурай, 5 ас қасық шекер, 3 ас қасық бал керек. Жидектердің бәрін ет тартқыштан немесе блендермен езіп аласыз, оған шекер мен бал қосып, мұқият араластырасыз. Қоспаны шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышқа қоясыз да, 1 тәуліктен соң дайын болған емдік қоспаны тамақтанудан алдын 2 ас қасықтан күніне 3 рет қабылдаңыз. Үшіншісі бал қосылған сүт. Бұл тамаша сұйықтық ағзаны инфекциядан 99%-ға дейін қорғайды. Бал бактерия мен вирустың көзін жоятын болса, ал сүт иммундық жүйе мен ас қорыту жолдарын жақсартады. Суықтамаудың жолдарын қарастырып, иммунитетіңізді нығайтқыңыз келетін болса, осы әдісті қолданыңыз. Жарты стакан сүтті жылытасыз да, оған 1 ас қасық балды араластырып, аз-аз жұтымнан ішесіз. Сосын жылы оранып, 15 минуттай жатасыз. Емделу мерзімі күніне 3 рет қабылдасаңыз да болады. Жанға қосылған коктейль. Әлсіреген ағзаға осы коктейль дауа болады. Құрамы дәрумендерге бай бұл коктейльді, яғни С, В1, В2, ПП және де илік заттектер мен пайдалы қышқылға бай бұл емдік сусын ағзаны қуаттандырып, иммунитетіңізді көтереді. Ол үшін қабығынан тазартылған 200 грамм грек жаңғағынан ет тартқыштан өткізесіз, оған 50 грамм алоэ шырынын және де 150 грамм жөке балын араластырасыз. Дайын болған қоспаны 1 ас қасықтан күніне 3 рет қабылдайсыз да, емді тамақтан соң жүргізесіз. Және де біздің сүйіп жейтініміз банан. Өзі пайдалы әрі жұмсақ жеміс, тамақ ауруымен жөтелге ем екен. Тіпті суыққа қарсы пайда болатында, шипа болатында қасиеті жоқ емес. Ем үшін 2 дана таза піскен бананды шанышқының көмегімен езесіз. Оны ыдыстағы 1 стакан қайнаған суға салып, отқа қоясыз. 5 минуттай баяу отта қайнату керек. Белгіленген уақыттан соң ыдысты оттан аласыз да, аздап салқындаған кезде 2 ас қасық бал мен 3 дана қалампырды қосасыз. Езбе салқындаған кезде мұқият араластырасыз да, аз-аз жұтымнан ішке қабылдайсыз. Бұл жөтелдің кез келген түрін емдейді, суықтан қорғайды, әрі иммунитетіңізді көтереді. Ащы шоколад. 50 грамм ащы шоколадты ыдысқа саласыз, ыдысымен ыстық су құйылған кеңдеу ыдысқа салып ерітесіз. Ерген тәттіге 2 ас қасық грейпфрут шырынын, 1 шымшым даршын, яғни корица, және 5 ас қасық сүт қосасыз. Дайын болған емдік сусынды жылы күйінде таңертең және түсте таман ішесіз. Немесе грейпфруттың орнына апельсинді қоссаңыз болады, яғни цитрусты жемістерді қоссаңыз, ол да пайдалы.